Сәлем достар, сіздерге бүгін ангина жайлы айтатын боламын. Жалпы қазір ангина балаларды да, жас үлкендерде де өршіп тұрған кезі. Ангинаны ол қалай пайда болады? Оны емдеу тәсілі жайлы айтып өтетін боламын. Каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жалпы ангина балаларда да, ересектерде де болады. Тамағыңыз қызарып тұрса, және ол жұтынғанда ауырса, бұл сізде ангина деген сөз емес. Ол жиі бас ауруы, температураның көтерілуі, жалпы әлсіздік, тәбеттің болмауы және таңдай бездерінің қабынуымен бірге жүреді. Яғни, таңдай бездері ісіп кетеді, қызарады және оның беті ағарып тұрады. Десе де өзіңізден бұрын бұл белгілерді байқасаңыз да өздігінше диагноз қоюға болмайды. Себебі ангина белгілері дифтерия және басқа да қауіпті аурулардың белгілерімен ұқсайды. Ал олар әртүрлі жолмен емделеді. Сондықтан дәрігерге қаралып, нақты диагнозбен ем алу қажет. Ангина кезінде науқас қалтырауы, әлсізденуі, сүйектері сырқырап ауруы және жұтынғанда тамағы ауруы мүмкін. Көп жағдайда дене температурасы 38-39 градусқа дейін көтеріледі. Бастапқыда тамағыңыз тек жұтынғанда ғана сәл ауырады, бірақ бірнеше сағаттан соң тек жұтынған кезде емес, үздіксіз ауыратын болады. Ангина кезінде төменгі жақ лимфа түйіндері үлкейіп кетеді. Ал енді сіздерге ангинаны қалай емдейді? Сол жайлы айтайын. Әдетте ангинаны антибиотиксіз емдеу қиын. Дәрігерге уақытында көрінбеу, асқынуларға әкелуі мүмкін. Ангина түріне қарай дәрігер сәйкес келетін антибиотик жазып береді. Антибиотиктер ағзадағы пайдалы флораны жоятындықтан, онымен бірге флораны қалыпқа келтіретін препарат жазып береді. Ангинаны емдеу кезінде 3-5 күн төсек режимін сақтау, көбірек су ішу және тамақты зақымдамайтын тағамдар жеу ұсынылады. Мысалы, пюре, ботқа, сорпа, жылы сүт секілді. Сұйықтық ағзаны токсиндерден жақсы тазартады. Сондықтан ангина кезінде таңқұрай, лимон, жалбыз қосылған шай, компот және басқа да құрамында газы жоқ жылы сусындар ішу керек. Тек тамақты шаю арқылы ангинаны емдеу мүмкін емес. Бірақ тамақ шаю тамақ ауырғанының жеңілдетуге көмектеседі. Сондықтан тамақты түймедақ тұнбасымен, тұз және ас содасымен шаюға болады. Сондай-ақ дәріханаларда тамақтан ауырғанын басатын түрлі спрейлер сатылады. Егер дене температурасы 38 градустан аспаса, оны түсірудің қажеті жоқ. Ангинаны асқындырып алсаңыз, ол менингит, ағзаның улануы және сепсиске әкелуі мүмкін. Сондықтан да уақытында дәрігерге қаралу маңызды. Ангина белгілері сізді жиі мазаламас үшін, оның алдын алу жолдарын білген жөн. Құрметті достар, осы видеомда ангина жайлы айтып өттім. Жалпы адам ағзасы иммунитеттермен күштірек болады. Иммунитет қаншалықты күшті болған сайын, соншалықты ауру жеңіл өтеді.